Айдана, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, барлығы. Біздің 5-ші сезонның қатысушылары қалай екен? Жақсы. Біраз танып қалған шығарсыз, енді бір аптадай болып қалды ма, иә? Иә, танып қалдым. Жаман емес енді. Просто адам тану үшін неше түрлі ситуацияда көру керек қой, поэтому до конца. 2005-термен отырған қалай екен? 2005-термен отырған қалай екен Ой, дейді. білмеймін. Бұл жақта постарше тоже нормально, Иә. иә. Наоборот, кажется, ол сезонда кішкене қыздар да, все-таки өте, да, үлкен қыздар. Нағыз мұқтаж жандар. Сол, дұрыс. Сонымен сіз қашан тұрмысқа шығайын деп жатсыз? Бүгін көреміз. Әлі ойланып жүрсіз. Оның барлығын құдай қаласа, бүгін немесе ертең 14:30-да көретін боласыз. Иә, оны Данияр келген кезде, Иә, Даниярды күтудеміз. күтудеміз. Бүгін мүмкін келіп қалады, сол үшін эфир жібермеңіздер. Көріңіздер. Сонымен Мөлдір, қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па, қалпында ма? Мөлдір, біз алдыңғы жолы сіз келген кезде, эфирге мұсамен танысықта болдыңыз ғой. Сол кезде көп нәрсені түсінбей қалдық та. Сол кезде не себептен сіздер былай екі жаққа кеттіңіздер аз уақытта? Біздің мінезіміз сәйкес келген жоқ. Негізі баста да көбісі білген сияқты өзі сәйкес келмейтін. Бір кезде мінезіміз. Бір-бірімізді бүйтіп баса алмадық. Мен де баса алмадым. Енді ол бәрібір де басылмайды деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Болашақта да дәл осы қалпыңызда қырсық болып қаласыз ба? Жоқ. Или өзгеру керек деп ойлайсыз? Болады ғой. Болмай жатыр да ондай адам. Дәл бұндай болып қаламын деп ойламаймын. Енді кішкене басылам ғой. Бірақ түбегейлі өзгеремін деп те айта алмаймын. Өзгеремін деген ол өтірік сөз ол. Адам бәрібір де өзгереді. Солай екен. Сол үшін Мөлдірді қалай бар, солай қабылдау керек екен, иә? Қалайсыз, Зарина? Заринаға келетін сұрақтардың бәрі маған күнде сіз түсірем, бір ғана сұрақ келеді ғой. Сол қандай деп ойлайсыз сол? Төбесіне неге мынандай қылып очкиді қойып қояды деп күнде айтады ғой. Сіз де оны алып тастамайсыз, ол кісілер де жалықпайсыз жазуда. Енді көп тақпақ арасында тағап, сол көзге түсіп қалатын шығар. Жоқ, бұл негізі сізде немес қой, иә? Вроде минус зрение емес, иә? Қазір күн жоқ дегендей. Мен просто ұнайды басында тұрады. Аксессуар сияқты, мысалы біреулер ободок тағады деген сияқты. Мен үшін ұнайды. Солай екен. Енді Көп орамалда қыздар солай тағады. Бізде Қазақстанда мүмкін тақпайтын шығар. Басқа мемлекетте, иә? Сол сіз Инстаграм, басқа әлеуметтік желідегі қыздардан көріп осылай жасайсыз, иә, негізі? Стиль ретінде. Иә. Олар тағып жүреді осылай байқаймын. Сіз әлібей Жақсы, көрінбей кеттіңіз ғой. Иә, кеше эфирде бола алмай қалдым, кішкене қызуым көтеріліп, суықтап қалғаннан. Қазір жақсысыз ба? Бірақ Аллаға шүкір, жақсы. Бүгін андай күшті настроениемен заряд. Сіз төбелеске дайындалып жүрсіз ба осы? Алла бұйыртса, иә. Жекпе-жекке шықсам ба деген ойым бар. Ол енді ППМ деп аталады. Жаңа боецтар емес, жаңағыдай әнші, биші, блогер деген сияқты. Сіз кім болып барайын деп жатсыз? Мен медийный адам ретінде енді шүкір Аллаға енді кішігірім болса да бір аудитория бар. Себепті өзімнің бағымды сынап көрсем ба дегем. Спорттан да бейхабар емеспіз, Аллаға шүкір. Енді комментарияда көптеген адамдар мысалы байқадым, яғни сомневаться етеді, мысалы күмәнданып отыр. Бірақ сол күмәндарды сейілту үшін сізге принципиально бармақшымын. Негізі спорттың қай түрімен айналысқан? Бокспен айналысқан. Солай екен. Қазір қайттан жандандыру керек. Сол. Сәттілік сол. Дикош деген құлпырып кеткенсіз ғой жаңа жылдан кейін. Мадина, сіз енді Айбаттың келген эфирде көрдіңіз ғой? Иә. Кішкене бір андай реніш болмады ма? Жоқ, мүлдем болған жоқ. Мен қазір енді өзім ақтап, Айнұр таңдап келді, маған қызық емес деп жатқан жоқпын. Шын мәнісінде Айбат маған ұнамайды. Маған андай более обрусевший, менің жүріп тұрысымды, киінгенімді қолдайтын ер азамат та. Енді жүріп тұрыс болғанда бүйтіп шығып, бүйтіп қуып кетпейсің ғой. Но все равно менің типажыма сай келмейді, сол үшін Айнұр екеуі бақытты. Бірақ сізде симпатия болды ма? Вообще болған жоқ. Честно, клянусь, вот құдай көріп тұр ғой. Алдасам да молния ұрып бүйтіп қалады. Алдында кеше Нұрсұлтан айтады да, мен біреумен түсейін дейді да. Кіммен ешкім жоқ қой деп жатырмын, сөйтсем Мадина бар ғой дейді. Жаным, Нұрсұлтан екеуміз қазір күшті дос болып жүрміз. Доссыздар ма? Ампай-жампай болып. Мәссаған. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі күшті. Бәрі күшті керек. Қырғызстаннан келген үміткеріңіз қалай? Үміткерім өте күшті. Ұнады ма? Бірақ неге бүгінгі
лукқа look of the day'іңізға қызыл түсті енгізгенсіз. Оны эфирде білесіздер. Көреміз бүгін міндетті түрде эфирді көріңіздер. Біз бүгін ортадамыз. Алғашқы кездесуден таныстық тоқтай ма, жоқ па? Мәссаған. Жалпы қайда бардыңыздар? Біз тамақтануға бардық. Толығырақ эфирде барлығын айтып берем. Қалай кездесу болды, жанымызда кім болды деген барлық сұраққа сол эфирде жауап беремін. Сіз тиктоктарыңызға андай қалай айтсам болады, күдік ұялататындай репосттарды жасауды қашан қоясыз? Сол репостын жауып тастаймын ау. Қалайсыз? Сіз неге мафия ойнамайсыз? Мен уже мафия ойнап Шаршағансыз. Неге кешігіп келіп жүрсіз? Мен сол мафияға түспей ақ қояйыншы үстіне деп, мафияны көрмей ақ қояйыншы, үстінен түспей ақ қояйыншы деп кешігіп келемін. Әдейіге ма? Ойнап кетуім мүмкін да быстан. Сіз негізі толық қанша жастасыз? 28-тен, іште 25 деп сезінемін. Өзіңізді негізі 30-ға дейін жастар ғой бәрібір. Жас сезінесіз ба? Адамның көңілі жас болса, ол 60-ға келгенде жас болса. Аштан сізге 18-дегі қыз норма бола ма? Әлде кішкентай бола ма? 18-19 как раз күшті. Керек қыздар, е? Сосын суретке түсіп жүресің, мен әдемі суретке түсіп. Аянаның бүгінгі көңіл-күйі өте күшті. Аяна, сізге бағана Мадина айтып жатыр да, Аяна мен Айсұлтанның арасында бірдеңе бар деп. Сол қаншалықты рас? Енді сіз Айсұлтанды бұрыннан танисыз. Бұрыннан танимыз, біздің таныс болғанымызға 1,5-2 айдай болды. Мына жақтағыларға енді осы жақта новыйдан келіп жатыр ғой. Мен бұрыннан танығаннан кейін әңгімеміз жарасып жатыр дегенде просто бір-бірімізді түсініп жатырмыз да. Мен оған как бы осы жаққа үйренуге кішкене көмектесіп жатырмын. Бұл өмірде достық деген нәрсе де бар да. Сол нәрсені ұмытпайықшы. Ұмытпайық па? Просто Айсұлтан кеше маған шашы сары қыз келсін деп айтты да, сосын ойлап қалдық. Үйде кәдімгі Мен шашым сары ма не? сары емес па? Енді жігіттерге сары болып көріне беретін сияқты, мне кажется. Мен ақ күтіп отырмын онда. Қалайсыз, Ілияс ханым? Бүгін көңіл күйіңіз жоқ сияқты отырсыз. Иә, Не болып қалды? ұрысып қалғанмын нәтижесі. Білмеймін ғой енді, что-то не пойму я, не болды. Білмейсіз, Басым қалып кетті. Короче, мен бір кісіні қызғандырамын деп бір нәрсе істеген да. Сол, короче, соның арқасында бұлданып, типа... Кесірінен десеңіз? Мынау деп телефон көтермей сөйлескен, мигнор жасап жүр. Жоқ енді бар ғой, еркек адам айту жақсы болса жақсы көрем, жақсы көрмеймін деп ше. Не көрсетпейді, не айтпайды, мәссаған деді. Кафенің бір жерінде. Тәй сөйлейтін боқаған, е? Солай, енді таныстық қалай болады, барлығын тек эфирде көресіздер, міндетті түрде. Келе ма, келмей ма негізінде айтқым келіп айтқымдан жоқ. Түркізін алмайды, жоқ. Көреміз енді, сол байымдап отыр. Бүгін Айнұр Нұрсұлтанға суши әкеліпті деп Мадина келіп айтып жатыр. Жаманмын, иә? Нұрсұлтанға, Ернарға, Мадинаны өзі жеп ал. Просто Ернарларға Нұрсұлтанға жеу үшін. Мен өз көзіммен көрдім, негізі екеуі оңаша отқан бізге құртқан бар. Алла. Асқазанымыз шыдай алмады енді. қатысушылар айтса қалып отыр. Молодец екен, дайын қарасаңыз қолы ашықты. Красавица. Айтам. Красавица, комсомолка, спортсменка. Бәрі ол. Сладкий ролл жоқ па не? Жоқ. Неге алып қоймадыңыз? Мен орнына жеп қойдым екеуі. Кімнің? Мен жеген, оны жеген. Кімнің орнына жеп қойдыңыз? Айсұлтан. Неге суши алып қоймадың маған деп? Ұрысып отыр ғой маған деп. Мен ап қоймайсың дейді. Мен екеуміз орнымызға жеп қойдым. Естідіңіз ба? Айнұрдан барып сұрасай. Расул? Немен айналысып жүрсіз? Мен жар іздеумен айналысып строго. Басқа тірлігің жоқ? Бар ғой? Қандай? Бар. Мен мысалы... Instagram жүргізіп жатырмын. Негізі сіз залға барасыз ба? Залға барасыз ба? Бармай жоқ. Бармай, бұрын барғансыз? Сіздің хоббиіңіз қандай? Негізі мен хоббиім басқа хоббиім көп.
мен кино көремін, қатты көремін. Қай жанрдағы киноларды көресің? Көре бер. Қызық болса. Дорама көресің ба деген. Тарихи. Ернарда тарихи көреді екен. Жалпы біздің жігіттердің бәрі тарих жақсы көретін сияқты. Қандай тарихи батырлар. Бірдеңе айтса ор жіберетін сондай Ой, жарайсыз. Жүрегім бос. Сондай сұрақ. Жүрегім бос?